Енді сіздерге нәметпекші отырған бір қосық Пердеғали Набиұлы сөзіне Ажирияс Қожамбергенов мамасына үлкен үйдегі қосығымызды нәметеміз. Атанам жасаған үлкен үй, өмірге жолама берген үй. Балалық базарым қайнаған, мен үшін дүнияда көркем үй. Мехірден нұр емген санамыз, қыл өтпес бір қорған арамыз. Бәрінден аркыбы көтерген бар еді атам анамыз. Әкежан сағындым өзіңді, анажан сағындым көзіңді. Қайғымың нелігін білмеген, сағындым балаңық кезімді. Әкежан сағындым өзіңді, анажан сағындым көзіңді. Қайғымың нелігін білмеген, сағындым, сағындым өзіңді. Атанам жасаған көркем үй, толысы шайпалған бір кем үй. Дәрт шегіп сен ауыр күрсініп, кімлерді күтесің үлкен үй. Жүрекке дәрт салған арман көп, жанашыр достар аз жалған көп. Жабылған үлкен үй есігі, біз өскен сол гаужын қорған жоқ. Әкежан сағындым өзіңді, анажан сағындым көзіңді. Қайғымың нелігін білмеген, сағындым балаңық кезімді. Әкежан сағындым өзіңді, анажан сағындым көзіңді. Қайғымың нелігін білмеген, сағындым, сағындым өзіңді. Өмірімде анамсыз бірінші мәрте концертім болып жатыр. Бұрынғы концерттерім есіме түсіп, қазір сол сіздердің араңызда анам болғандай еді деген арзулар, арманлар қиялымнан өтіп көзіме жас келіп жатыр. Әзіздер, үлкен үй, сол ата-анамыз дүниядан өткенменен ол жерде туған туысқандарымыз бар, жақындарымыз бар. Бірақ залымызда ата-аналары бар, бақытты инсандар бар, үлкен үйлерінде. Мен ойлаймын, осы концерттен кейін сол үлкен үйіне ата-анасының дуаларын алуға концерттен кейін барады деп ойлаймын. Сау болыңыз.